Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге асыққанда оңай, әрі тез дайындалатын сүйексіз сорпалардың бірін жасап көрсетеміз. Алдымен қазанға салқын суды құйып, астын ашып қоямыз. Су қайнауға жақын қалған кезде жарты бульон, сәбіз, картоп, татымына қарай тұзды қосып, енді сорпамызды 20 минутқа қайнатып қоямыз. Картопы, сәбізі піскенше 20 минут қайнайды. Сорпа қайнап жатқан кезде алдын ала дайындап қойған фрикадельки, жуаны осылай дөңгелектеп турап, және кеспені салып 10 минутқа баяу отқа қоямыз. Өзінің бабымен бас аяғы жарты сағатта өте дәмді, өте тойымды, өте жеңіл, сүйексіз осындай сорпамыз дайын болды. Ас болсын.